ешқандай жазу жаза алмаймын, ешқандай жұмыс жасай алмаймын, үйде баламен отырмын. Менің арманым биік, өте мықты оқығам мектепте. 11 ғана бітіріп, анандай жоғары университетке емтихан бермей, ойбай мен Қазақстанға кетемін, сол жерде сөйтем, бүйтем, құрам жайым деп келіп алып, ештеңеге жарамай жатқанда менің арманым қайда бала кездегі. Мен неғып жатырмын үйде, пол жуып, посуда жуғаныма неғып мәз болып жатырмын деп, мен өзім үшін намыстандым. Адам ойланып бастағанда Алла тағала бізге бизнес береді. Сіздер ойланып бастадыңыздар. Маған бір күшті ақша болса, или болмаса бір проблемаларыңыз болды, сол кезде Аллах сіздерге осыны жібереді. Егер үйде қарным тоқ, аш емеспін деп жатыңызшы, сізде мынаның мұрныңызға есі келмейді мұндай бизнес. Сосын сол кезде Алла тағала мені сейт әлеммен алып келді. Сол жерде мен бір машина алдым, бір-ақ жылда. Сол кезде менің көзім ашылды. Бұрын Ситой компания десе мен айтпаңдар, лохотрон, өтірік дейтін адам бір мен болған. Сол жерде мен бір машина алғанда көзім банкі болды. Мен секілді қаншама қыздар, қазақтың қыздары үйсіз-күйсіз жүр. Дворда өсек айтып, коляскамен отыр. Мен соларға себеп жасаймын деген миыма кіріп алған ғой. Сөйтем де ылғай үйде баламен отырған 15 әйел бала үйлі болады кейінгі компаниямда. Содан кейін мен тоқтаймын ба? Өзім жағдайым жасалса, қаншама халықтың жағдайына себепкер болсам. Одан кейін осыдан алғы проектімде менің бір личнигім 40 миллион қарызынан шығады. Сенбесеңіздер не таза болған бар сол проектте бірге болған. Осы жерде әбден білесіз. Үй алды Астанадан қаншама қыздар. Ал енді неге мен тоқтаймын? Просто маған кедергі компания жабылып қала береді ғой. Шын айтам бар ғой. Сол мені есеңгіретіп жіберді. Халыққа кім кінәлі, біз кінәліміз. Әкеліп қой халық, дұрыс па?